Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын орындау аясында 2030 жылға дейінгі әскери патриоттық тәрбие тұжырымдамасы әзірленді. Бұған дейін осы жылдың мамыр айындағы бүкіл армиялық кеңесте ел президенті жастарды тәрбиелеу ісінде аға буынның тәлімін пайдалану қажеттігіне зер салған болатын. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттер мен рухани құндылықтар қажет болғандықтан жастарды патриоттық тәрбиелеу тәсілдеріне елеулі өзгерістер енгізілетін болады. Осыған байланысты Қорғаныс министрлігі қарулы күштердің оң имиджін қалыптастыру және жастардың әскери борышын орындауға ынтасын арттыру үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Мектептегі алғашқы әскери техникалық даярлықтың сапасына, олардың материалдық техникалық базасының жай-күйіне, ұстаздардың құзыреттілігіне ерекше назар аударылады. Оны жүйелеу және әскери патриоттық тәрбие субъектілерін құру ұсынылды. Бұдан басқа қазақ халқының батырлық тарихын, әскери қызмет, спорт, мәдениет және басқа да салаларда жетістікке жеткен замандастарымыздың өткенін дәріптеу бойынша жұмыс жүргізілетін болады.